Дон Жуан Марко. Дон Жуан Марко есімді жігіт жасы үлкен әйелмен кеште кездеседі. Ол әйелге комплимент айтады. Одан кейін екеуі бір түн өткізгендей болады. Дон Жуан бар болғаны оның қолынан ұстаған болады. Сосын Дон Жуан қасынан кетіп қалады да, әлгі әйелдің күйеуі келіп кешіккені үшін кешір деп қасына жайғасады. Далаға шыққан Дон Жуан өз-өзіне қол жұмсамақшы. Оған қарап тұрған адамдар аң-таң. Полиция оның қасына психолог Октавияны жібереді. Психиатр Дон Жуанға неге бұлай жасағалы жатсың дейді. Дон Жуан менің қызым маған шықпайтын болды, менен бас тартты, мен енді өмір сүргім келмейді деп жауап береді. Психиатр оған өлме деп араша түседі. Сосын оны психолог аман сақтап жерге түсіреді. Дон Жуанды есі ауысқан деп есептейді. Оны жындыханаға алып кетеді. Сосын сол жерде психиатр Октавия бірнеше сұрақтарды қоя бастайды. Психиатр оған неге сенің атың Дон Жуан дейді. Мен испандықпын. Мен Мексикада дүниеге келдім. Жастайымнан әйелдерге құмар болып өстім. 10 жасымда көп қызды өзіме ғашық етіп, анам мені бұзылуынан қорқып шіркеуге берді. Бәрібір ешнәрсе өзгермеді. 16 жасымда 23 жастағы Донна Хулиямен танысып, бірақ ол күйеуі бар әйел еді. Оның күйеуі 50 жастағы Дон Альфонсо еді. Донна Хулиямен бірге жүріп, бір-бірімізге ғашық болып қалдық. Екеуміз солай біраз уақыт өткізіп, таңдарды бірге атырдық. Бұдан хабарсыз болған күйеуі үнемі ұзақ сапарда болатын. Бір күні сапарынан ерте келген Альфонсо мені қуып шықты. Содан кейін алғашқы махаббатымда Донна Хулияны көрмедім. Ертеңгі күні алаңға барсам, әкем мен Альфонсо семсерлесіп жатыр екен. Ол әкемді өлтіріп тастайды. Мен ашуланып жекпе-жекке Альфонсомен шықтым. Бірақ мен оны жеңдім. Осылай әкемнің кегін алдым. Осыдан кейін анам монашка болып, мені алысқа саяхатқа кемеге салып жіберді. Ондағы адамдар қарақшы болып, біздің бәрімізді басқа елге құлдыққа сатып жіберді. Мені сұлтанның әйелдерінің бірі сатып алды. Қызметкер мені әйелдің киіміне киіндіріп, сұлтаншаның әйеліне кіргізеді. Онымен біраз күнімді өткіздім. Сұлтанның гаремінде 1000-нан астам әйелі бар екен. Мен солардың арасында 2 жылдай өмір сүрдім. Амал жоқтықтан әр әйелдің қалағанын жасап жүрдім. Уақыт өте келе сұлтанның әйелі мені кемеге мінгізіп қашырып жіберді. Осылай мен бәрінен құтылып кеттім. Ертеңгі күні кемеміз тайфунға ұшырап, мен ғана тірі қалдым. Солай Эрос аралына жеттім. Онда мені көздері айдай, еріндері шиедей жас әдемі қыз тауып алды. Екеуміз сол аралда бірге жүріп, бір-бірімізді тастамаймыз деп серт еттік. Қыз егер кімде-кім бірімізді жоғалтып алар болсақ, осы аралға келіп кездесеміз деп айтады. Бір күні сол қыз маскаңды неге шешпейсің деп сұрады. Сонда мен басынан өткен оқиғаның барлығын айтып бердім. Ол қыз жабырқап, мен сенің нешінші қызыңмын деп сұрайды. Сонда мені өтірік айтсам болар еді, бірақ мен 1502-ші қызымсың деп айттым. Оған ашуланған қыз менен бас тартып кетіп қалды. Мен оны қанша қайтаруға тырыссам да түк шықпады. Тіпті маскамды шешсем де тыңдамай, менің маскамды киіп кетіп қалды. Дәрігер Октавио, Дон Жуанның сөзіне сеніңкіремей, сен ойыңнан шығардың дейді. Дәрігер директорге сүйене отырып, Дон Жуанға сенің есімің Марка, сенің манаң Монашка, әкең жол апатынан қайтыс болған, сен Нью-Йоркта, Куинста дүниеге келгенсің деп айтады. Оған Дон Жуан мені жындыханадан шығар, сосын осы сөздерім рас екенін көресің дейді. Дәрігер Октавия Дон Жуаннан ертең комиссия келгенде өзің жайлы мен айтқандай айт дейді. Сонда сені босатады дейді. Дон Жуан оған келіседі. Келесі күні Дон Жуанды комиссия дәрігерлер тексереді.
Сен кімсің, өзің жайлы айт деп сұрайды. Дон Жуан: мен Маркомын, анам Анашка, әкем жол апатынан қайтыс болған, мен Нью-Йоркта Куинста дүниеге келгенмін деп айтады. Дәрігер Дон Жуанды босатады. Содан кейін Октавио әйелін және Дон Жуанды алып Эрос аралына келеді. Аралда Дон Жуан айтқан әлгі қыздың күтіп жүргенін көреді. Солай Дон Жуан ғашығына оралады. Кино осымен бітеді. Сіздермен бірге болған Асқар. Каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Көріскенше.